осындай көздің жауын алатын гүлдерді магазиннен көрген кезде өзіңізді ұстай алмай сатып алып, оны үйге апарған соң өлтіріп ала беретін болсаңыз, онда мен сіздерді гүлдер курсына шақырамын. Гүлдерді әдемі өсіру, гүлдердің аурулары, топырақтары, дәрі-дәрмектері, фитотороз, парша, ржавчина, черные ножки, мучнистый роса, хлороз, жапырақтары неге сарғаяды, корневой гниль, черная ножка деген сияқты ауруларының барлығын сіздерге түсіндіріп айтып беретін боламын. Әр гүлдің өзіне керекті топырақтары, дәрі-дәрмектері, онымен қоса қыздар, зиянкестерге қарсы препараттар, тыңайтқыштар, су құю тәртібі, топырақтарын жасау, қышқыл топырақ, жартылай қышқыл топырақ, нейтральный топырақтарды жасау қалай қосылады, соның барлығын сіздерге үйретіп беретін боламын. Енді егер де гүлдерді үйренгім келеді, гүлдер курсын алғым келеді десеңіздер, төменге мен WhatsApp номерді қалдырып кетемін, сол жаққа хабарлассаңыздар болады. Келесі кезекте гүлдер курсын алып, гүлдерін жайқалтып өсіріп жатқан ханымдардың отзывтарын тыңдаңыздар. Шаруалардың біреулерінде вообще тамырда қалмаған ғой. Шіріп кетті болды. Міне алдындағы бөліп жатқан женский частям. Осы гүлді аман алып қалайықшы деп курс алып едім осы сізден. Міне осы женский частям, соның бір бөлігі әшекеуі бір қашықта болған. Мына үшеуі бір қашықта болған. Міне барлығы аман есен тамыр шығарды. Қашықтарына отырғызып қойдым. Әдемі болып тұр бәрі. Жаңадан жапырақтар шығып жатыр міне арасынан. Мынадан да жаңа жапырақтар шығып жатыр. Жақсы өсіп жатыр. 4-5 жапырақ ашты. Егері. Мынау бензамин. Бұл да әдемі тұр. Жаңадан жапырақтар ашып жатыр міне. Жан жақтан ашып жатыр. Барлығы өзіңіздің топырағыңызда орнатып берген. 3 үлкен роз шығарды. Астындағы 3-ені, 4-ені кішкентай роздардан шықты ғой. Көбейіп жатыр және әжептеуір қабындап қалып келген кезінен. Антуриумның ең бірінші алғаным ғой, қызылым. Қойыш, 2 маш гүл тұрған, екеуінде солқын, мынау гүл әлі тұр. Жолдасым айтады, мынау гүлден жақсы ғой, әлі гүлдер тұр. Айтса маған, беріп что-то развелась здесь порвали деп, біреуді гүлдемейді деп сөйлейтін бұрын. Гүлдейтін гүл аламын көресің деп. Мынау гүл жақсы, әлі гүлдер тұр деп. Әлі тұр гүлі. Ит жақтан көрінбей, бүйтіп все бір көтеріліп, салбырап көтеріліп тұр. Ну это. Ханым, мына гүлдің басында жіберген несін суретін видеосын жіберемін сізге қазір. Турап прям өспей тұрған мына гүлім менің. Тықыр таяқ болып қалған еді, сап-сары болып өсіре алмай қойып едім осы гүлімді ремонттан кейін. Почта шығып. Тек қана топырағын ғана ауыстырдым сізден алған топырақпенен. 2 айдың көлемі болды ма, мен қараңызшы қалай әдемі өсіп қалды, жасыл болып прям. Арасынан новый жапырақтар шығып жатыр, әдемі болып. Рахмет сізге көп-көп. Мынау аглонема гүлдейін деп тұр, иә? Содан кейін мына гүлді долларым тағы міне ұшып жарып жатыр. Ең бірінші сізге бір айтқанда осы гүлімді айтып едім ғой, жаман нетіп алдым деп, өлтіріп алдым деп. Қазір міне селеплаттың арқасында осындай көтеріліп гүлдерім әдемі болып жатыр, жылтыр болып. Сізден алған фикусым. Аглонеманың өлімсіреген ет қысқа жапырақтары бар ғой да, екі түйірі болған сияқты, иә, екеу болды. Сосын отырғызам өліп қала береді, отырғызам өліп қала береді. Сосын алдымда мынандай маленький стаканчикке мынаған егіп тастадым. И жай-жайдан сол тек қасықтап қойып жүрдім да. Нормально.